Қайырлы күн, құрметті көрермен. Эфирде уәде жобасы, сіздермен бірге Ерболат Мұхамеджан. Уәде жобасының негізгі мақсаты үкімет мүшелері, әкімдер, квазимемлекеттік мекемелер басшылары мен депутаттардың халыққа берген уәдесі мен президент тапсырмаларының орындалу барысы бойынша сұрақтарға жауап алу. Бүгінгі қонағымыз мәжіліс депутаты, заң ғылымдарының докторы Үнзилә Шапахан. Қош келдіңіз, Үнзилә ханым. Үнзилә ханым, сіз Конституциялық кеңестің парламенттік және конституциялық реформаның мүшесі болдыңыз, коалицияның мүшесі болдыңыз. Қазіргі мәжілістің Амандық партиясынан сайланған 8-ші шақырылым депутаты, парламенттің заңнама және сот құқықтық реформа комитеті мүшесісіз. Ұзақ жылдар ғылым саласында, жоғары білім саласында қызмет еттіңіз. Сіз заңның қалай қорғалатынын да, қалай жазылатынын да жақсы білесіз. Бірақ халық үшін сіз жай депутат емес, ғалым депутатсыз. Ғалымдар көбіне теориямен көбірек әуестеніп, өмірдегі тәжірибелік жағын зерттеп жүреді. Соңғы референдумда қабылданған жаңа конституция бұл өміршең, яғни өмірде күнделікті қолданылатын құжат. Бірінші сұрағымда осы соңғы еліміздегі саяси науқанмен бастағым келеді. Үнзилә ханым, президент Қасым-Жомарт Тоқаев конституцияны мемлекеттіліктің мызғымас тірегі деп атайды. Сіз конституция преамбуласын жаңғыртуды ұсындыңыз. Оған әділетті Қазақстан ұғымы қосылды. Заңгер ретінде айтыңызшы, осы ата заңдағы преамбуланың өзгеруі, жалпы кейбір ұғымдардың қосылуы, жалпы не береді, ол заң нормаларымен қандай байланысы бар, қандай өзгеріске алып келеді? Бұл конституцияны қандай күшке ие болғызады? Біріншіден, жаңа преамбулаға келетін болсақ, бұл біз басынан бастап айтамыз, бұл конституцияның идеялық өзегі. Егер де біз конституцияны саяси құқықтық құжат, сонымен қатар қоғам мен мемлекеттің арасындағы сенім көпір деп алатын болсақ, бірақ оның бір ұстанатын идеялық өзегі нақтылану керек. Жалпы біздің қоғамда жаңа конституцияның дүниеге келуіне байланысты да сұрақтар көп болды ғой. Ал енді преамбула, 95 жылғы конституция қабылданғаннан кейін бұның төңірегінде сұрақтар мол болған. Бізде өзі жалпы біздің қоғамдағы мына сөзді қалай, көкейде тұрған сұрақ бар, жәнегі астарында жатқан сұрақ бар, көмекейімде тұрған сұрақ бар деген сияқты, өзі сұрақтар көп. Бұл сұрақтар пісіп жетіліп отырады. Преамбуланың өзгерту туралы мәселе көп деген ғылыми конференцияларда, халықаралық конференцияларда, ғалымдардың жиналған орталарында, және біздің зиялы қауымның орталарында талқыланып жүрген мәселе болатын. Яғни сол пісіп жетіліп келіп, жаңағы мен жоғарыда айтып кеткен көкейдегі мәселеде, көкіректегі мәселеде, астарда жатқан сұрақтарда барлық пісіп жетіліп келіп, преамбулаға келіп орнықты. Әр мемлекет, біз жаңа айттық қой, қоғам мен мемлекеттің арасындағы сенімді көпір ол конституция. Конституцияға біз өзіміздің бір белгілі деңгейде қиялдағы мемлекетімізді де саламыз. Соңғы жылдар осы қазіргі қолданыстағы конституциямыздың өмір сүру барысындағы сұрақтардың көбі мемлекетіміздің алдына қойған мақсатының нақтылығында. Яғни біз демократиялық мемлекетті орнықтырамыз, құқықтық мемлекетті орнықтырамыз, әлеуметтік мемлекетті орнықтырамыз деп өзіміздің қиялымызға, алдымызға қойған мақсаттарымызды нақты көрсеттік. Бірақ өлшемдік сұрақтар туындап отырды. Сондықтан да жаңа сіздің айтып отырған әділетті Қазақстанды неге жаңа преамбулаға идеялық өзекке алып келдіңіздер деген сұрақ қойып отырған сұрағыңыз. Демек, өлшемдік сұрақтар туындайды. Құқықтық мемлекет немен өлшейміз? Әділетті мемлекет немен өлшейміз? Яғни біз айттық, әділетті мемлекет бізге қажет, әділетті Қазақстан. Бірақ заңмен тәртіп қағидатын ұстана отырып. Бұл жерде тағы да сұрақтар болды. Неге заң және тәртіп емес? Маған қазір әлеуметтік желі қолжетімді ғой. Маған кәдімгі заңгер ғалымдарға дейін жазды. Үнзилә, қазақ тілінде заң жазылып жатыр ғой, конституцияны қазақ тілінде жазып жатырсыздар ғой. Неге заңмен құқық деп жазбайсыз?
Неге заң және құқық деп жазбайсыз? Неге заң мен әділет деген қағидатты алдыңыз? Яғни заңдылық қағидатта, тәртіптік қағидатта жеке-жеке алып қарауға болады. Мына жерде осының барлығы талданып келіп, талқыланып келіп, әділеттік Қазақстан идеясын жүзеге асыру барысында өлшем ретінде заң мен қағидатты ұстанымға алатын болсақ, онда белгілі көлемде біз ұстап бір критериялар дейміз ғой, өлшемдер қою мүмкіндігі бар деген ұғымды қолдандық. Ал енді жаңағы жалпы заң нормасымен қандай байланысы бар деп, әрине преамбула ол Конституцияның құрамдас бөлігі. Конституцияның ішінде Конституция тікелей нормалар тікелей жүзеге асырылады дейміз, тікелей әрекет етеді деп жатамыз. Сондықтан да преамбуладағы түсініктерді, преамбуладағы қағидаттық ұғымдарды, идеялық ұғымдарды тікелей әрекет етуші нормалармен байланыстырып, кейін конституциялық сот белгілі бір деңгейде түсіндірме бере жатар. Себебі жалпы нормалар, және сіз айтқандай қағидаттық нормалар, идеялық нормалар деген ұғымдар бар. Оның іске асырылу барысында басқадағы Конституцияның ішіндегі кейінгі нормалармен байланысын ол зерделенеді, ол жүзеге асырылу барысында басқа заң, нормативтік құқықтық актілер арқылы тікелей әрекет ететін болады. Бізде әділетті Қазақстан саяси бағдарлама ғой, Әділетті Қазақстан бұл біздің енді конституциялық идеялық норманың қатарына кірді. 2019 жылдан бастап әділетті Қазақстан бұл біздің саяси бағдарламалық ұғым болып қолданылған болатын. Ал енді міне әділетті Қазақстан заң мен тәртіп қағидатын ұстана отырып, бұл идеялық нормаға кірді. Мысалы, біз енді 95 жылғы жаңа Конституцияны айтып жатырсыз. Одан кейін де Конституцияда бізде өзгерістер болды, орын алды. Кейін де өзгеріп жатты. Бірақ сол кезде преамбулаға бір аса қатты акцент қойылмағандай. Тіпті мән бермедік. Біз енді преамбула тұрды ғой ол кезде де, дұрыс па? Бірақ сондай бір мән берілмеді. Не себепті қазір? Мен бағана қазір қатты акцент қойылды. Сөзімнің басында айттым ғой, мән берілген. Бірақ жалпы қоғамда ол бір қатты талқыланып, талданбады. Мүмкін заңгер ғалымдардың арасында өзіңіз айтпақшы конференцияларда айтылған шығар. Бірақ қоғамда жалпы қоғамның талқысына преамбула бір аса қатты бір назар аударылмағандай көрінді өзіме. Керісінше бірінші бап жаңағы. Себебі преамбуланы көп жағдайда жаңағы кіріспе дейді, ол бір құқықтық мәні жоқ, тікелей қолданылатын әрекет етуші норма емес деп қарайды. Соған байланысты жәнегі практик құқық қолданушылар оған мән бермей жүретіні бар. Сіздің сұрағыңыздың мәні сонда шығар. Ал енді жаңағы мемлекет танушылар, жалпы біздің мемлекетіміздің өзінің негізгі мақсатын, міндетін, алдымызға қойып отырған, ақсы елестетіп отырған саяси тұғырымызды анықтау үшін міндетті түрде преамбулаға мән беріледі. Қазіргі таңда мен жаңа сізге айттым ғой, кейбір ғалымдардың ол көкейінде болған сұрақ, кейбіреулердің көкірегінде болған сұрақ, кейбіреулердің сұрақтарының астарында жатқан сұрақ болатын. Ең бірінші мәселе преамбуланы жазған кезде бұл эмоциялық негізде сол кездегі ғалымдарға біз ешқандай шүбә келтірмейміз. Олардың қолына Конституцияны жаз деген кезде тәуелсіздікке енді ие болғандықтан, және біз қанша дегенмен КСРО-ның құрамынан бөлініп шығып жаттықта, сол кезде мемлекет құрушы белгілі бір ұлттық мүдделер тұрғысынан да қараймыз ғой, саяси астарды көмкерген кезде. Сол кезде жаңағы біз байырғы қазақ жерінде деген ұғымды өте жақсы аламыз да, сосын кейін тарихи тағдыр біріктірген деген
ол кезде шынымен де қай тұрғыдан алсаң да, қандай эмоциямен қарасаң да, біз сол кездегі тұрғыдан қараған кезде тарихи тағдыр біріктірген ұлттық мемлекетті құрып жаттық. Ал енді ары қарай жаңағы мен енді қайта айтып отырған мәселем сол, көкіректегі, көкейдегі, астардағы сұрақтарға келген кезде біз қанша мына байырғы қазақ жерінде мыңдаған жылдардың алдындағы мемлекеттердің заңды мұрагеріміз, біз мирасқорымыз. Бұл сұрақ тұрды. Одан кейін жаңағы заман өзгерді, соңғы кезде белгілі бір ұлттық мүдделерге астарлы түртетін сұрақтар туындай бастады. Сол кезде бұл сұрақ ашық жариялана бастады. Біз мемлекеттілікті 91-ші жылы құрған жоқпыз ғой. Мына заңды мирасқорлық пен заңды мұрагерлік деген сұрақтың өзі бұл үлкен астары бар. Біз саяси ұран деп айта аламыз ба преамбуланы? Идеялық өзек деп айта аламыз. Бұл жерде біздің жаңағы мирасқорлық, мирастық, мемлекет құрушы мүддеміз, мемлекет құрушы халықтың мүддесі де осы преамбуланың астарында бар. Жаңа сіз заң мен тәртіпті айтып қалдыңыз. Енді президент Қасым-Жомарт Тоқаев осы қағидатты жариялаған кезде ол ең алдымен жаңағы әділеттілік тұрғысынан меңзеген болатын. Жалпы осы заң мен тәртіп қағидаты Конституцияда енуі қандай өзгерістерге әсер етеді? Жалпы әділеттілік деген бұл өте ауқымды ұғым. Біз әділеттілікті қоғамдағы барлық құбылыстың ішінен көреміз. Әлеуметтік әділеттілік бар, жәнегі экономикалық әділеттілік бар. Кейде тіпті жәнегі өзіміздің шығу тегімізге де байланысты әділеттілік ұғымдарды қолданып жатамыз. Ал енді мемлекетті құрып, қоғамдағы адамдардың арасындағы қарым қатынасқа келген кезде, бұл жерде мен тағы да айтамын, бұл жерде өлшемдік ұғымдар туындайды. Себебі заң қарым қатынастарды реттеуші құрал. Реттеу үшін өлшем болу керек. Бұл жерде теңдік, әділдік, еркіндік. Негізі осы үш ұғым тұғырлық өлшемге жатады. Біз соны құқық деген жалпы ұғыммен қолданамыз. Қайталап айталамын, ар жағында теңдік жатыр, әділдік жатыр, еркіндік жатыр. Сондықтан осы ұғымдарды, жәнегі айттық қой, өлшем, біз әрқашан өлшемді айтамыз. Пропорционалдық, жәнегі тепе-теңдік, міне өлшемдіктерді келтіреміз. Осы кезде біз өлшемге нені аламыз? Біз өлшемге заң үстемдігін аламыз. Заң үстемдігін аламыз да, адамның құқығын заңның үстемдігімен өлшеміз. Ал енді заңның ішінде не жатыр? Тәртіп ережелердің жиынтығы жатыр. Біз жүріс-тұрыстың, өзіміздің жүріс-тұрыс мінез құлқымызды белгілі бір шеңберге салған кезде, қандай шеңберге саламыз? Тәртіптік шеңберге саламыз, тәртіп ережелеріне саламыз. Тәртіп ережелердің ар жағында әділдікті ұстап отырамыз, теңдікті ұстап отырамыз, еркіндікті ұстап отырамыз. Бірақ ол өлшемге кіреді. Сондықтан заң мен тәртіп қағидаты. Бұл жерде бұны қағидат, тағы да қағидат дегеніміз, өзіңіз өте жақсы түсінесің, идеялық деңгейге көтереміз. Сондықтан қағидаттық деңгейге жеткіздік. Жалпы мен ойлаймын, енді заң мен тәртіп қағидаты деген кезде халыққа, адамға түсінікті тілге ауысты. Мүмкін мен заңгер ретінде кішкене идеалдандырып тұрған шығармын, бірақ өлшемдік тұрғыдан, мен айтқандай, біз біреумен сөйлескен кезде қайда ол теңдіктің өзіне де біз дауласамыз ғой. Екі алманы сізге бересіз, маған екі алма береміз, екеуміз теңбіз деген кезде сұрақ туындайды. Жоқ, мендегі бір алма көк, бір алма қызыл, сендегі екі алма сары, тең емес деген сияқты. Міне осындай бір ұғымдарды
теңестіру, жәнегі бір тәртіпке келтіру, сонымен қатар мөлшерлестікке, өлшемдікке салу мүмкіндігі болады. Ол заңмен тәртіп арқылы жүзеге асырылады. Референдум марафонында ғылымның 27,4% коммерцияланғанын айттыңыз. Есіңізде шығар, иә? Есімде. Сіз ғылыми шығармалардың 118 миллиард теңге түскенін алдыға тарттыңыз. Зөйле ханым, бұл статистика жалпы мақтанатын зат па, әлде уайымдайтын процесс па? Себебі ғылыми еңбектердің қалған 72% коммерцияланбай, яғни белгілі бір жерде жатыр деген сөз. Жаңа конституцияда білім мен ғылымды стратегиялық бағыт деп бекіттік. Бірақ ғалымдарымыздың көбі әлі күнге дейін грантқа тәуелді, және ол грантқа қатысты да президенттің сұрақтары болды. Көрдіңіз, Алматыда болған президенттің ғалымдармен кездесуінде осы мәселені қатты көтерді. Енді конституциялық деңгейдегі адами капитал ұғымы ғалымдардың әлеуметтік, жалпы әлеуеттік, коммерциялық жағдайын нақты қалай жақсартады? Оларға тек құндылық деп қарамау үшін қандай заңдық кепілдіктер бар? Не өзгеріс береді оларға нақты? Біріншіден, мен және дебат кезінде ол сөзді айттым, бірақ егер есіңізде бар болса, бұл жасанды интеллектіге қатысты мәселеде туындады. Әрине, жаңағы біздің шығарып атқан ғалымдардың ойлап тауып жатқан инновациялары коммерциялануы, ол қазіргі таңда заман талабынан бұл нақты болу керек. Ол коммерциялануы керек. Сондықтан менің айтып отырған цифрымыз бұл әрине аз. Ал енді біз бұл жерде мен уақытты көрсеткен жоқпын, 35 жылдың ішінде деп айтқан жоқпын, соңғы 5 жылдың ішінде деп айтқан жоқпын. Біз бұл кезде нақты соңғы кезде шығып атқан жасанды интеллектіге байланысты инновацияларды алып қараған кезде осындай жаңағы жақсы, бұл жерде біз позитивті тұрғыда мен айттым, позитивті тұрғыда. Себебі бұл соңғы уақыттың өзінде жасанды интеллектіге байланысты жасалған инновациялар коммерцияландырылып, осындай табыс беріп жатыр екен, мемлекетке әкеліп жатыр екен. Бұл сонда жалпы коммерцияланған емес па? Ғылымның 27,4% деген. Тек сіз жасанды интеллектке қатысты айттыңыз. Бұл кезде мен алған кезде мен уақытын нақты айта алмаймын, мерзімін. Бұлай негізі жасанды интеллектіге, соның ішінде мына біздің технологияға қатысты мәселе болды. Соған қатысты цифр болды. Ал енді жалпы оның барлығын санау үшін, мен ойлаймын, терең санау керек болады. Бұлмен айналысып отырған мекеме нақты бар деп айта алмаймын. Яғни себебі біз ғылымда, жаңағы мен соңғы кезде неге ылғи да ғылымның ғылым қорын сынады ғой президент. Ғылым қорына байланысты біраз мәселелерге назар аудардым. Себебі депутат болып келген кезде, мына депутаттардың арасында сіз жұмысқа келгеннен кейін белгілі салаларды біз өзіміз бақылауға алатынымыз бар. Бұл біздің құзыреттілігімізге жазылады. Яғни мен ғылымның ішкі өнімге беріп жатқан мәселеге қатысты өндіріске беріп жатқандығын бақылайтын депутаттың қатарына жатамын. Себебі сол салада белгілі деңгейде зерттеулердің алып қарап көрдім. Сондықтан біз бұны қалай тез арада 1%-ға жеткізе аламыз ішкі өнімнің деген сұрақ. Себебі бұл біздің стратегиялық құжаттың ішінде қойылған мақсат. Сондықтан біз бұл салада мен белгілі деңгейде ақпараттар, мәліметтерді алып отырамын. Сондықтан айтылған мәселе, әрине, бұл жөнінде мониторинг өте жақсы жасауымыз керек. Ғылым жаңалық ашылғаннан кейін біз оны жаңалық деп танимыз. Жаңалық деп тану үшін үлкен мемлекеттің тарапынан атқарылатын іс-шаралар бар. Бұл гранттар бөлінген бір бөлек. Ол гранттардың есебі беріледі. Есебі берілгеннен кейін өндіріске кірмегені қарастырылады. Сондықтан осы жұмыс белгілі деңгейде жәнегі бір жүйелі жасалыну керек. Сонда біз нақты коммерцияландырылған есептерді шығарып келтіре аламыз. Осынша былтырғы жылы осындай болды. Одан кейінгі жылы 2 жылдың ішінде осындай, 3 жылдың ішінде осындай деп ішкі өніміміздің еніп жатқан көлемін анықтай аламыз. Және
кедергілерді нақты қандай кедергі келтіріліп тұр. Мысалы, Кейде болады ғой, кейбір жаңалық ашылады, ғалымдар жасап берді, өндіріске ұсынылды, бірақ өндіріске енуіне дейін уақыт керек. Тағы да бір не жасау керек екен деп айтып жатады. Тағы да бір сараптама жасалыну керек екен. Қауіпсіздігі толыққанды зерделенбепті деп қосымша сараптамалар кетеді да, ол тұрып қалады. Өндіріске енбей. Міне осындай мәселелерді қарауымыз керек, бұны оңтайландырылуымыз керек. Енді нақты сұраққа көшейін. Біз стратегиялық бағыт ретінде ғылым, білім және жасалынған инновацияны кіргіздік. Үшінші бапқа нақты отырғыздық. Енді кез келген мемлекеттің саяси бағдарламалық құжат, өндірістік даму бағдарламалық құжат қабылданған кезде бұл мәселелер нақты өлшемдермен енетін болады. Содан кейін заң бізге келген кезде, біз осы құжаттарға қарап отырып, жәнегі нақты беретін нәтижесінде көруіміз керек. Салынып отырған, бұған енді салған кезде көбінесе бізге негізгі мәселеміз бюджет қой. Бюджет салынған кезде біз бұны кезең-кезеңмен нақты көруіміз керек. Ендігі келесі құрылтайдың ісі сондай. Міне, біз осыны стратегиялық бағыт ретінде алдық. Осыған ғылымның осындай жоспарланып отырған жобалар бар. Осы жобаларға осында көлемде ақша бөлінеді. Біз айтамыз, жақсы, неше жылға? 3 жылға салынды, бюджеттің 3 жылға салынып отыр. 3 жылдан кейін біз нақты қашан көреміз? Енді келесі құжатта бұл қай жерде келеді бізге? Деген осындай нақты стратегиялық бағыт-бағдарға қостық. Осы коалиция жұмыс жасап жатқан кезде Саясат Нұрбек мырзаның да сөздерін тыңдап отырсаңыз айтады. Бұл маған жақсы паспорт болды. Енді бір өзімнің жобаларымды, ғылыми зерттеулердің құжаттарымызды біз өкіметке ұсынған кезде, дәл осы 3-ші бапқа негізделе отырып, стратегиялық бағыт ретінде нақтылап, сол біздің паспортымыз болды деп айтады. Міне сондықтан мен ойлаймын, ғалымдардың егер нақты өздерінің проектілерін ұсына алатын болса, проектілерінің соңында нәтижелер көрініп тұратын болса, ол енді бюджет туралы заңның ішіне кіре алатын мүмкіндік туындады. Сонымен өлшей алатын жеткіздік. Әрине, сіздің оқырмандарыңыз айтуы мүмкін, бұл әлі де бір жоғары паймен ойлап отырған шығар. Іс жүзінде бұл қаншалықты орнықты болады екен. Бұл бойынша мен ойлаймын, белгілі бағдарламалық құжаттар ары қарай қабылдаймыз. Методикалық құжаттар қабылдаймыз. Осы стратегиялық бағдар арқылы кіріп келе жатқан заңдарды қалай біз ары қарай өлшеп, оны мониторинг жасап, орындалғандығын бағалаймыз деген осындай методологиялық, методикалық құжаттар қабылданады. Мен солай көріп тұрмын. Жаңа бір нәрсені дұрыс айтып өттіңіз, ол енді ғылым мен білім стратегиялық бағыт ретінде бекітілді, инновация, ол өте маңызды норма. Бірақ бүгінгі ғалым грант алу үшін ғалымдардың көбісі жазады, айлап қағаз толтырамыз, сосын кейін жауапкершіліктен қорқамыз деп. Негізі ғалым ол тек ғылыммен айналысу керек менің түсінігімде. Ал оның стратегиялық құжаттарымен, басқа да құжаттарымен қатты басы ауырмау керек. Ол бір нақты нәтиже көрсету керек. Егер біз ғалымды қағазбен немесе есеппен көміп тастасақ, одан біз ештеңе күте алмаймыз. Нәтижесінде сіз айтып отырған нақты өзгерістерді, ғылыми жаңашылдықтар, ғылыми жаңалықтарды біз өндіріске әкеле алмаймыз. Тек есеп үшін, тек құжаттарды өткізу үшін, тек жаңағы қаржылық есептейміз ғой, соны көрсету үшін, бір сондай қаражатты игеру үшін ғана болып қалады сияқты. Себебі президенттің сынауы осыған негізделді ғой, қателеспесем. Қалай ойлайсыз? Осы сіздер ұсынған жаңа конституция нормалардың ішінде осы бюрократиялық тетіктерді қалай тоқтатады? Ғалымдар әлде статистика үшін жұмыс істей бере ме, әлде нақты өзгеріс бола ма?
оған қандай да бір уәде бере аласыз ба? Мен жаңа сізге айтып отырғаным сол, жалпы бұл конституцияда жазылған норма бір бөлек. Енді бұны іске асырылу үшін жоспарлы, жүйелі көзқараспен іске кірісу керек. Мен енді өзім ғылым саласында жүрдім ғой, ғылыми жобаға да қатысқан адамдардың бірімін. Менің кезімде де сондай болды. Жәнегі біз жазған нәрсемізді монография ретінде шығаруымыз керек. Басқаша нәтижені көрсету мүмкін емес. Себебі оның ары қарай іске қосылған, қосылмағандығын біз көре алмаймыз. Ғалымдар оны көрмейді. Тіпті және техникалық ғылымда жүрген азаматтарда оны егер ол өзінің бір нәтижесін алып, және бір жасаған құрылғысын алып кетіп қалатын болса, ол онда ғылымнан кетіп қалу керек болады. Ғылымын тастап, құрылғысын ұстап алып, әрбір цехтың жанында барып тұрып, оны кіргізіп, қарап, сонымен айналысып тұру керек болады да, ол әрі идеяны беруші, әрі ғылыми зерделеуші, сосын ол барып өндіріске барып, жаңа слесарь, техник, тағы бір мамандыққа айналу керек болады. Ол бір адам олай кезең-кезеңде өзгеруі мүмкін емес қой. Сондықтан әрине мен жаңағы методологиялық, белгілі бір бағдарламалық құжат туындау керек дегеніміз осы. Ғылым өндірісі деп атайықшы. Ғылым өндірісі ол өзімен өзі жұмыс жасау керек. Олардың шығып атқан идеяларын алып, ары қарай қорытып, іске асыру үшін не істеу керек екен, бағдарламалық құжат немесе осындай методологиямен айналысатын бір буын болу керек. Мен буын дегенде механизмнің буынын айтып отырмын. Ол ғылымның буыны емес, механикалық сондай бір буын болу керек, сонымен айналысатын. Бұл төңірегінде үлкен, бұл енді мына негізін берді. Енді оны қалай біз өмірге енгіземіз? Ғалымдарымызға біз қалай жағдай жасаймыз? Олардың жаңағы айтып отырған қағаз басшылықтан, есеп берушіліктен босататын, оларды сонымен жүктемейтін, мүмкіндігін туындататын, ол енді ғылым, жоғарғы білім министрлігінің, өкіметтің шаруасы. Түсінікті, бірақ енді осы жерде Үнзила ханым, сіз жауапкершілікті әрине үкіметке, жаңағы жауапты мемлекеттік органға сырып отырғанда әсер қалдырып отырсыз, бірақ менде сұрақ туындайды осы жерде. Сіз Конституциялық комиссияның мүшесі ретінде адами капиталды дамытудың басында болдыңыз. Өте белсенді болдыңыз, шынын айтайын, мен көріп жүрдім. Енді осы алдағы келе жатқан сессияда, келесі сессияда немесе сайлаудан кейін мүмкін депутат болып жатсаңыз, осы конституциялық жаңғырудан кейін білім беру немесе ғылым саласындағы бюрократияны жоятын нақты бір заң жобасына бастамашы болуға бола аласыз ба? Яғни бұл жерде нақты қоятын болсам, біз осы бағдарлама арқылы сізден сондай нақты заң қабылдауға бір уәде сұрағымыз келеді. Оған қандай кедергі мысалға? Біздің конституция депутаттардың... Себебі сіз өзіңіз айтып отырсыз, Үнзила ханым, ойыңызды білейін, кешірім сұраймын, жауап бастамас бұрын. Сіз өзіңіз айтып отырсыз, бұл жерде нақты методикалар мен құжаттармен бекітілу керек. Енді бұл дегеніміз заң ғой. Әрине, мен айтайын деп отырмын. Конституция жалпы депутаттардың, болашақ құрылтай депутаттардың заңнама бастамашылығына ешқандай тыйым салмайды. Бұл олардың негізгі қызметтері. Тіпті қазір міндетке айналып бара жатыр, бастамашы болуға. Бастамашы болу ол конституциялық құзыры. Сондықтан бұл жаңа құрылтайда жалпы ғылым туралы заңның жаңадан жазылатындығына менің күмәнім жоқ. Себебі осы жаңа конституцияның өзі соған итермелеп тұр. Енді және сіз айтып отырған кезде де мен де бүйтіп ойланып отырмын. Біз біріншіден ғылымда жүрген азаматтардың, ғылыммен айналысатын азаматтардың құқықтық мәртебесін анықтауымыз керек. Олардың және атқаратын қызметінің кезеңдеріне байланысты белгілі бір құқықтық құзыр беруіміз керек. Бастамашылық, өндіріске кіргізетін ғылымның да бір, ғалымдардың да бір буыны қалыптасу мүмкін. Бір ғалымдар болу мүмкін. Идеяны берген бір ғалымдар, оны жаңағы проектіға кіргізіп, негізгі бір буынын жазып берді, проектінің. Ары қарай келесі проектін жазғарып, ары қарай алып кететін басқа бір екінші топ болуы мүмкін. Сондықтан осыларды да бүйтіп анықтап, олардың
құқықтарын нақтылап, олардың міндеттерін нақтылап беріп, және бұлардың өз өндіріске енгізгенге дейін жанында оларды жетелейтін, басқаша айтатын болсақ, оларды итермелеп тұратын белгілі бір құзырлы мекемеде қалыптасуы мүмкін. Сондықтан осы белгілі бір жүйеге қалыптасу үшін заңның жаңа заң туындайтынына мен кәміл сенемін. Әрине, егер де мен өзімнің бірақ сізде сондай мүмкіндік болады ғой? Жоқ, егер де мен жаңа құрылтайдың құрамында болып жататын болсақ, бұл бірінші кезекте біздің басымызда тұратын мәселе. Тек менің бастамамен береді деген уәде беру қиын, өкіметпен бірігіп отырып жазуымыз мүмкін. Мүмкін депутаттардың топтары бірігіп отырып жазуы мүмкін. Жаңа заң жазылады. Дәл осы бюрократияны жою бойынша бір нақты өзгерістер, ұсыныстар, нормаларды ұсынуға уәде бересіз бе? Міндетті түрде ұсынамыз. Уәде бересіз? Егер мен олардың құрамында болатын болсам, уәде беремін. Түсінікті. Жалпы осы депутаттық уақытымда да ғылымға қатысты заң жобалардың ішінде белгілі деңгейде белсенді қатыстым деп айта аламын. НИОКР-ға байланысты нормая 1% беріп тұру туралы осы нормалардың ішінде жаңағы ұстанымды қатты ұстанып отырған бір қатар депутаттар бар, өзгертуге болмайды деп. Сол депутаттардың біз қатарындамыз. Түсінікті. Иә. Зәлия ханым, мәжілісте қазақ тілді депутат болған заңгерлердің деңгейіне қарасақ өте жақсы. Қазір қазақ тілінде ойланып, тек қана сөйлеп емес, ойланып, жаза алатын депутаттар баршылық. Бірақ қоғам арасында пікір бар. Енді осы күнге дейін пікір болды, бірақ Ерлан Тынбайұлы Қарин мырза осы жаңа конституция қазақ тілінде жазылды деп ашық айтты. Бірақ парламентте, осы заңдар парламентте, мәжілісте әлі күнге дейін орыс тілінде жазылып, қазақшаға түсініксіз аударма ретінде жетеді деген пікір бар. Нәтижесінде халық заңдардың аударма нұсқасын түсінбей қалады, кейбір кезде бір-бірімен сәйкес келмей қалады. Тіпті қателеспесем, осы мәселе Конституциялық кеңестің жаңа конституцияны жасау бойынша комиссияның алғашқы отырыстарында да талқыланды ғой деймін. Осы мәселе талқыланып, дискуссияға түсіп жатты, мен байқап қалдым. Сіз сияқты заңгерлер, ғалымдар отырған жерде заңдар қабылданатын кезде осының қазақ тілінде жазылуына ықпал етесіздер ме? Жалпы мен бұл енді кәсіби тұрғыдан жалпы мен өзім ненің қабырғасына келген кезде, парламентке келген кезде ең бірінші депутаттық сауалым тікелей осы тақырыпта болған. Осы тақырыпта. Ең бірінші депутаттық сауалым. Мен сол кезде және конституцияның ішінде, басқа заңдардың ішінде бір ізсіздіктер туралы, терминдердің бір ізділігінің сақталмайтындығы, сонымен қатар мына 30 жылдан астамғы уақытта заң терминдердің арасында өзара қайшылықтардың көбейіп бара жатқандығы жайлы мәселені көтеріп, заңның қазақ тілінде жазылуы бойынша депутаттық сауал жолдадым. Дәл қазір мен өзім сол кездегі сауалыммен осы конституция, жазылған конституцияның мәтіндерін салыстыратын болсақ, сол кезде мен тек депутаттық сауалда бір-екеуін ғана көрсетеміз ғой, бәрін оқу мүмкін емес. Соның өзінің өзгергенін нақты мысал ретінде көрсете аламын. Екіншіден, біз осы 8-ші шақырылымның ішінде 4 заң қазақ тілінде жазылды. Ол өкіметтің тарапына жазғыздық. Біз енді менімен бірге отырған қазақ тілді заңгер депутаттар, Абзал Құспан бастатқан, Нұрсұлтан Байтілесов, Балабиев ағамыз бар, Бақытжан Базарбек бар. Бәріміз отырып бұл мәселені көтеріп, депутат жазған, ол болған практика бізде. Біздің тарихымызда бар депутаттың жазған. Сіздердің осы шақырылымда, Жоқ, біздің шақырылым емес, оған дейін. Жалпы ма? Біз жалпы айтық, неге өкімет жазбайды? Заңның көп пайызын өкімет жазады ғой. Сондықтан біз мүмкіндігімізше өкіметпен бірігіп жазайық деп, ең бірінші жазылған қазақ тіліндегі 8-ші шақырылымдағы заң, бұл Түркістан қаласының ерекше мәртебесі туралы заң. Ол менің кабинетімде жазылды. Бұл жерден мен бір кішкене асықпай отырып айтайыншы. Заңның тілі бізде жалпы құқықтық тіл 4-ке бөлеміз қазір. Қиын, Заң жазу тілі деген бар.
заңды қолданушы құқық практиктардың тілдері бар. Яғни неге жазылған заңға негізделе отырып, және қолданысқа енген кезде бағынышты нормативті құқықтық актілер жазылады ғой, іске асырылу актілер, соның тілі бар. Одан кейін ғалымдардың тілдері бар, яғни доктриналды тіл деп атаймыз. Доктриналды кәдімгі ғалымдар жазатын тіл бар. Төртінші тіл бар, заңға түсіндірме беретін тіл деген пайда болды. Бұны енді біз бір заңның сұрақ туындайды, сол сұрақты біз ары қарай түсіндірген кезде қарапайым тілмен түсіндіріп отырып, заңға түсіндірме беретін комментариялық тіл деп айтамыз. Міне сонда заңның өзі лингвистикасын алып қарайтын болсақ, осындай 4 бағытта тілдер қалыптасады. Міне заңды жазған кезде осы мамандардың барлығы қатысу керек. Мен міне кабинетімде отырып, осындай қазақ тілде заңды жазған адам ретінде айтайын, осылардың барлығын қатыстырдық біз. Кәдімгі практик маманда, құқық қолданушылар дейміз ғой, құқықты қолданатын мамандарға дейін отыру керек. Олардың түсінігі бойынша, себебі заң екі ұшты мағына бермеу керек. Заңда қолданылатын әрбір сөздің құқықтық жүктемесі бар. Мысал келтіріп айта салайын, қандас деген ұғым. Мысалы, қандас деген кезде біз жалпы шетелде жүріп тұрып жатқан өзіміздің қанымыз бар азаматтарды айтамыз, қандастар деп айтамыз. Заңға кірген кезде бұл қандас деген, ол құқықтық жүктемемен келеді. Қандас қашан қандас болады? Заңда қандас деген құжатқа ие болған сәтте. Яғни көп жағдайда бұл 1 жыл мәртебеге ие болады, қандас деген мәртебеге ие болады. Сол кезде немесе 2 жыл болуы мүмкін, 1,5 жыл болуы мүмкін. Қандас деген құжат алады да, міне сол кезде біз оған құқықтық мәртебе береміз. Мәртебе бере арқылы құқықтар береміз, міндеттер жүктейміз. Мысалы, қандасқа оның қандай міндеттері бар? Енді мен тәжірибелік мысал айтайын, жаңа құқық қолданушы. Қандас кәсіпкерлікпен айналысуға құқығы бар. Қандасқа кәсіпкерлікпен айналысуға құқығы бар. Яғни Қазақстан Республикасының бүкіл азаматтары кәсіпкерлікпен айналыса алады, және қандас айналыса алады. Демек біз басқа бір мемлекетте отырған қандасты айналыстыра алмаймыз ғой. Ол қандас деген құжаты бар адам айналыса алады. Яғни құқықтық мәртебеге ие болған адам. Қанша уақытқа дейін, мысалы, қандас деген? Жәнегі азаматтық алғанға дейінгі уақыт қой, тұрақты жәнегі вид на жительство дейміз, тұрғылықты уақыт аласың, сосын қандас мәртебе аласың. Және қандас мәртебесі адамның азаматтық алуға оңтайландырған жүйемен жүзеге асырылады. Көрдіңіз бе? Мәртебе оңтайландырылған жүйеге. Демек, міне осындай құзырға ие болады, құқыққа ие болады. Сондықтан бізде әрбір сөздің ар жағында белгілі деңгейде құқықтық жүктеме бар. Сондықтан осыған байланысты біз мына заңды жазған кезде бәр мамандар бірге отыратын себебіміз сол. Екінші заң жазылды. Бұл жәнегі норма шығармашылыққа байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Кәдімгі мына құқықтық актілер туралы заң бар ғой біздің. Заңдар туралы заң деп айтуға болады. Осы құқықтық актілер туралы заңға өзгерістер енгізетін заңды біз қазақ тілінде жаздық. Бұл да мына Конституцияның қазақ тіліне жазуына бір алғы шарт. Біз сол кездерде, тіпті оның ішіне мынандай норма бар, әлі қабылданған жоқ. Енді заңды жазған кезде бір сөйлем, бір норма, енді сіз менімен бірге бұрын МНУ университетінде де жұмыс жасадық, біз сол жерде де талқылап жүрдік. Кейде заңның бір нормасы 97 сөзден, 101 сөзден тұратын норма бар. Сөйлем басталады да, аяғына дейін сонша сөз бар. Сонда оны қайтып орысшаға аударған кезде нүктесі 97 сөзден кейін қойылады. 97 сөзбен тұратын сөйлемді аударған кезде, қазақ тіліне аударған кезде және менің бар тағы бір сөздерім қосылады. Сол кезде ол 97-101-ге барады. 101-103 сөзге барады. Мағынасы өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан біздің ішінде сонда мынандай бір норма бар. Норма 30 сөзден аспасын. Осындай норма ұсынылып келген. Бізде қазір осы норма бар. Енді осы норманың төңірегінде қаншама біз дауласып жатырмыз. Көрдіңіз бе? Мен мысалы өзім депутаттық барыста бұл негізі бұндай шұбараңқы сөйлем қай заңдарда кездеседі білесіз бе? Экономикалық заңдарда кездеседі. Мынау банк қызметтер туралы заңда, және қарызға байланысты заңдардың ішінде кездеседі. Мен осы заңда отырған кезде кәдімгі табанды бүйтіп отырып алатынмын. Мына сөйлемді 3-ке бөліп келіңдер, 4-ке бөліп әкеліңдер.
түсінікті тілге. Орыс тілінде болса да маған түсінікті қылып беріңдерші. Мен сөздің бастаушысынан басталған кезде баяндаушыны жоғалтып алдым. Яғни мен ортасындағы жаңағы құрамалас сөздерді іздеп отырған кезде мен қазақ тіліндегі өзімнің іздеп отырған жаңағы красный не айтқысы келіп отыр, бұл соны норма жоғалтып алғанмын дегенді мен. түсінбей қалады ғой адам, Орыс тілінде ол бір тұрады өзі бір түрлі. Қазақ тілінде ойлап отырған кезде оны жоғалтып аласың. Мен айтамын, мен қазақпын, мен жоғалтып алдым. Маған бөліп алып кел. Осы бойынша да маған енді кішкене жақтырмайтын тұстары болды, жаңағы ұлттық банкінің қызметкерлері деген сияқты, немесе РФР-дің қызметкерлері айтады, мына Мүнзила Шапаққа апарған кезде бұл қазір табандап отырып алады. Мынаны қысқарт деп айтады. Сондықтан сөйлемімізді қысқартайық. Уже келгенде айтады, біз сізге қысқартыңқырап алып келдік. Мағынасы жоғалып кетпей ме? Мағынасын жоғалтпаймыз. Ол мағынасын мамандар жоғалтпайды, құқық қолданушылар жоғалтпайды. Жәнегі енді пайдаланатын адамдар бар ғой, жаңағы мүдделі мемлекеттік қызметкерлер, олар мағынасын жоғалтпайды. Үшінші заң, мысалы, архивтік іс туралы. Ол да қазақша жазылды. Оны қазақша жазылды. Мен жоғалтпайтынға мысал келтірейін. Жәнегі архивтің маманы адамы болды, өте мықты маман әйел адам болды, бірақ орыс тілді. Біз заңды қазақша жазып отырмыз. Ана кісі отырады, бүйтіп тыңдап отырады, біз қазақша жазып келтіріп, мынандай ұғым болды ғой деп келтіріп, қазір президент әкімшілігінде жұмыс жасап жатқан Назкен ханым бар, біз жазып жатырмыз, келтіреміз, абзал бар, бәріміз келтіреміз. Бір уақытта ана әйел шыр ете түседі ғой, жүгіріп келеді. Сендер мағынасын өзгертіп тастадыңдар. Мағынасын өзгертіп тастадыңдар. Біз айтамыз, сен мағынасын орысша айт. Үлкен жұмыс қой негізі. Бұл деген бұл заң шығармашылық қой. Сіздің алдыңызда Абзал Құспан мырза да келген, Үнзила ханым, сөзіңізді білейін. Сол кезде ол кісі айтты да, мен негізі енді қоғамда талқыланып жататын мәселелер көп қой дейді, бірақ баспен кіріп кеттік біз заңға дейді да. Баспен кіреміз. Баспен кіріп кеттік дейді. Міне, жаңа мен сізге 3 заңды айтып жатырмын ғой. Сонда мына қолданушылар, жаңағы мамандар шырылдап кетеді. Шырылдап кәдімгі. Біз кейін сол әйелді мен өте қатты жақсы көріп кеттім. Орыс тілді кісі, жасы үлкен кісі. Бірақ жаңағы әр норманы мен айтамын, міне сіздің арқаңызда біз бұл заңды әдемі қазақша жазып жатырмыз деп. Сондықтан міне осындай ары қарай мына Конституцияның қазақ тілінде, жатық қазақ тілінде жазғаны енді ары қарай заң шығармашылықта қазақ тілінде заң шығаруға үлкен мұрындық болады. Бұл әрі құқық қолданушылардың да тілін, құқық заң шығармашы жазатын заң жазушылардың да тілін Конституциялық сот ертең түсініктеме береді ғой, және комментарий беретін, түсіндірме беретін. Олардың да тілін, айналысып жүрген заңгер қазақ ғалымдардың да тілін бір ағынға тоғыстырып берді. Үкіметке талап қоя аласыздар ғой енді. Талап қойылады. Керемет. Сайлау кезінде Аманат партиясы халыққа нақты 5 жылдық бағдарлама ұсынған еді. Сіз осы бағдарламаның құқықтық блокқа жауапты депутаттардың бірісіз. Дегенмен қағаздағы жоспармен өмірдегі шындық әрдайым сәйкес келе бермейді деген пікір бар. Осы жерде енді партиялық жауапкершілікке келетін болсақ, сайлауалды бағдарламада көрсетілген әлеуметтік стандарттар заңнамалық деңгейде бекіту процесі қалай жүрді? Жүрді ма жалпы? Бүгінгі таңда бағдарламаның неше проценті нақты заң нормасына айналды? Бір мысалмен айта аласыз ба? Халықпен бірге бағдарламасы, өзіңіз дұрыс айттыңыз, 5 жылға жасалынды. Қазіргі таңда Аманат партиясынан мониторингілер жүргізіліп жатыр, олар жыл сайын жүргізіліп отырады. Мониторингі бар, біздің әр бағыт бойынша не орындадық деп. Енді мына қысқа сіз тез айтыңыз деген кезде, бірінші кезекте мен айта аламын, білесіздер, мына азаматтық қызметкерлердің жалақысына байланысты өте көп сұрақ туындаған болатын. Жәнегі кітапханашының жалақысы, музей қызметкерлердің жалақысы, жәнегі немесе білім саласында жұмыс жасап жүрген бухгалтердің жалақысы есептелінбей қалмапты деген сияқты заң қабылданғаннан кейін. Осының бәрі бағдарламада болды, Бағдарламада болды. Бұны заңға айналдырдыңыздар ма? Айналдырдық. Керемет. Тура сол сияқты былай ауылдарда болды. Бізде ауыз суы жоқ. Біз оның бәрін тексеріп жаздық қой. Қай облыста бұл халықпен бірге бағдарламаның бір ерекшелігі жалпы мемлекеттік деңгейде бағдарлама болды, және өңірлік бағдарлама болды, ішінде бөлінген. Яғни сол әкімдіктердің деңгейінде шешілетін. Оны жоқ, әкімдіктің де деңгейінде шешілмейді, бұл бюджеттік
заңнама көбінесе бюджет туралы заңның ішіне кіреді. Сондықтан біз соны кәдімгі қолымызға ұстап отырып, бюджетті қабылдаған сайын, жыл сайын біз соны енгізуге тырысып отырдық. Бұл белгілі деңгейде орындалды, бірақ бұл 5 жылдық бағдарлама ғой. Қазір 3 жылдық бағдарлама. Осы таяуда ғана енді Аманат партиясы сайлауға шыққан кезде сол мониторинг бойынша әрбір тармақтар бойынша, әрбір тараулар бойынша мен ойлаймын сайлаудың есебін жасайды. Түсінікті. Жалпы 2020 жылдан бері депутаттық қызметте 130-дан астам депутаттық сауалдарға қатысқан екенсіз. Жеке басыңызбен 3-4 сауал көтеріпсіз. Бұл аз ба, жоқ? Жақсы ма? Депутаттың қызметінің бірінші кезекте заң шығармашылықпен айналысады. Біз заң шығарушы органбыз. Сондықтан мен көптеген заңдардың бастамашысы. Яғни негізгі міндет депутаттық сауал негізгі міндетке кірмейді, Ол әрине ол халық пен үкіметтің арасындағы көпір болғандықтан көкейтесті мәселелерді біз көтеруге, бұл біздің кәдімгі адами міндетімізде, халықпен сайлауда айналысқан кезде олардан біз уәделерге бердік қой. Сол уәделеріміздің қатарын аштады. Бірақ конституциялық қызметіміз бірінші кезекте заң шығармашылық. Түсіндім. Екінші кезекте жәнегі біз конституциялық тұғырлы тұлға болғандықтан біз өкіметке депутаттық сауал арқылы нақты сұрақтарды қоя аламыз. Түсіндім. Енді бірақ жұмыс топтарындағы ықпалды пікірлер мен түзетулер ғой негізгі әсер ететініңіз. Яғни бізде кейбір кезде қоғамда ойлап жатады, көп депутаттық сауал қойса, бұл керемет өзгеріске әкелді. Бұл депутаттық сауалға көбінесе енді үкіметтен формалды жауаптар келіп жатады деген сияқты пікірді көп айтты. Маған келген мәжілістен сіздің әріптестеріңіз, комитеттің төрағалары барлығы осы пікірді айтады. Біз көп сауалдар жіберсек те, бірақ формалды жауап келеді соңында дейді, немесе бюджетте ақша жоқ, немесе бұл бізге ыңғайсыз деген үкіметтен. Енді өшірді сұрақ. Сіздің тікелей араласуыңызбен, немесе сіз ұсынған заңдық түзетудің арқасында бүгінде мыңдаған қазақстандықтың тағдыры жақсы жаққа өзгерді деп айта алатын бір-екі мысалды айтып өтіңізші. Міне, мысалы, әлеуметтік төлемдер, тұрғын үй немесе сот жүйесі бойынша міне мына нәрсе Ерболат нақты өзгеріс әкеледі деген. Сіз өзіңіз көңіліңіз толатындай. Мен негізі, депутат болғаннан кейін әрқашан өзің заң қабылданғаннан кейін осы заңның ішінде менің қандай нормам кетті, бұл азаматтарға, халыққа не береді деген сұрақ міндетті түрде толғандырады. Кез келген заңды, қанша заңды мен өзім жүргіздім, қанша заңға мен қатыстым, әр заңның ішіне барғаннан кейін, сен заң жұмыс тобына кіргеннен кейін, сол жұмыс тобындағы біздің негізгі мақсатымыз осыған бір норманы кіргізіп, ол норма адамдардың жағдайын жақсарту керек. Енді өзім мынандай нелерді айтып отырған кезде көп нормалар басыңа түсе бермейді, бірақ ең біреуін айта салайын, мүмкін біреу дұрыс деп айтады, біреу теріс деп айтады. Мысалы, машинаның тұрағы бойынша жәнегі айыппұлдың азаю қазір, есіңізде бар ма? Бұрын сіз парковкаға машинаны қалдырып кететін болсаңыз, ақшасын төлемейтін болсаңыз, сізге келетін айыппұл жоғары болатын. Қазір 4000, 1-2 МРП, айлық есептік көрсеткіш, сосын біз бір аптаның ішіне төлеген кезде жартысын төлейміз 2. Ал енді осыдан 1 жыл бұрын қанша төлейтін? Тұрақтың бағасынан да асып кетеді ғой айыппұлдың. Бұрын 12 000 төлейтін. Түсінесіз ба? Себебі. Соны мен бірақ алып тастауды ұсындым, сонымен күрестім. Нартай мырзаны қосып алдым, екеуміз бірге күрестік. Ең соңында біздің енді жеткен жетістігіміз, біз оны 2 МРП-ға түсірдік. Яғни үйдегі балаларыма дейін айтады, әйтеуір 2000 төлемеген жақсы, бұзбағаны жақсы. Негізгі жалпы заң нормасында мынандай тыйымдық нормалар болмағанды біз қалаймыз. Бірақ енді болып қалған жағдайдың өзінде де бұл. Бірінші, енді бұл өте ұтымды деп айта алмаймын, бірақ ойланып көрсек. Екіншіде мына, мен білесіз, Нацфонды детямның авторының бірімін, және қарызды азайту бойынша заң жобасын әзірлеген кезде біз мына халықтың қарызға ұшырағандығын, кредит алу барысындағы бүкіл мәселелерге терең сіңістік. Соның нәтижесінде көптеген нормаларды ұсындық. Қазіргі таңда мен барып, мысалы, қазір қарыз бермейді, егер әйелі рұқсат бермесе, күйеуі рұқсат бермесе деп айтады ғой. Ол да өте жақсы болды бізге.
себебі жаңа ойынға түсіп кеткен азаматтар өздері әйелінің рұқсатынсыз, күйеуінің рұқсатынсыз қарыз алып, отбасын қарызға батырып жатқан мәселелер болды. Міне осы норманың өзін алып қарайтын болсақ, белгілі деңгейінде біз отбасылық қарым-қатынастың өзінің реттеуіне де көмегімізді тигіздік бір тек қарыз арқылы. Немесе қазір қарызға рұқсат берілгеннен кейін бір күн уақыт, жаңа салқындату уақыты дейміз, сондай уақыт кіргіздіге, тіпті шарт қол қойылғаннан кейін де айтамыз, қойылғанның ең соңына дейін бір күннен кейін сізден сұрақ сұрайды. Сіз осы қарызды алуға нақты келісіміңізді беріп отырсыз ба? Және еріктілікті тағы да бір сұрайтын норма кіргіздік. Бұл да адамдардың өміріне кейбір шешімдерді қабылдаған кезде ойланатын уақыт беру арқылы, мен ойлаймын, бұл норма жұмыс жасаған кезде адамдардың көзқарасына да біз белгілі деңгейде бір іргелі өзгеріс тудырамыз. Кез келген тек кредит қана емес, кез келген бір шешімді қабылдаған кезде сен белгілі уақыт тоқтап ойлан, бір күн уақыт болу керек. Біз енді бір күнде өкіметпен әрең келісімге келістік, негізі одан да көп уақыт берсе жақсы еді деген сұрақтар болған. 2 күндік уақыт болсын, 3 күндік уақыт болсын деп 24 сағатпен келістік. Міне бұның өзі белгілі деңгейде адамдарды бір, мен ойлаймын, бір әдетке үйретеді деген. Яғни сіздің түсінігіңізде адамдар заңнан, жалпы мынау тиымдардан қорқып емес, керісінше өзін түзеу, бір дәстүрге айналдыру, тәртіпке келтіру, өз-өзін бір ретке келтіруге әсер ету деген түсініктесіз ғой. Әрине, заң деген ол адамдардың өміріне қорқытып, үрейлендіру мақсатты болмайды, мақсатты оны көздемейді. Мысалы, енді ойыңызды бөлейін. Мысалы, Ұлыбритания, мысалы, Англия, мысалы, мыңдаған жылдар қабылданған заңдары қазір дәстүрге айналып кеткен ғой. Әдетке айналу керек. Әдетке айналып кеткен, оны заң деп білмейді олар. Мен неге екенін білмеймін, заңды қабылдап отырған кезде, әрбір норманы кіргізген кезде, мен соның әдетке айналуын ғана бақылап, өз ішіммен бақылап отырамын, ұстанып отырамын. Ол әдетке айналу керек. Бұзбай тыйым салып жазамыз ғой, біз мынаны қоқысты тастауға болмайды. Сосын енді біздің халықтың ренжитіні бар, қоқысты тастайтын болса штраф сала бастайды. Тастауға болмайды. Сол әдетке айналуымыз керек. Болды. Қоқысты тастауға болмайды. Түкіруге болмайды, қақыруға болмайды. Адамдар тұрған кезде жұрттың көзінше. Немесе біреудің құқығын бұзып, енді сізде, менде қазір әлемге көзіміз ашық қой. Мен өзім ылғи да мысал келтіріп айтып жүрмін. Жапонияға барған кезінде, Жапония менің көргім келетін мемлекеттердің бірі еді. Сөйтіп барып, шығып, жаңағы осыған келдім ғой деп бірінші шықтымда, жолға шыққан кезде мынандай қызыл неге светофорға кәдімгі адамдар тұр екен кезекке. Менің ішімдегі көкірек тез арада мына жолды өтіп бірдеңе көрсем деген көкірек тұр да, 50-ге келсем де. Көкірек емес, жаңағы қызығушылық. Қызығушылық тұр. Сөйтіп жаңағы жолдың бойына қалдым да, алға қарай кетіп бара жатып, бір уақыт аяғымды тиіп тоқтап қалдым. Мына кісілер не кезектер тұр деп ше. Сөйтіп жаңағы шамнан өту үшін, бағдар шамнан өту үшін адамдар кезекте тұр. Мен артына барып тұрым керек, алға кетуім керек. Сонда тұрдым. Мен бүйтіп қойдым, адам көп екен. Өтпей қалам. Бізде бір сондай ой бар да, мен қазір бірінші өтпей қалам әйтеуір, бір қалам бірдеңеден құр қалып қалатын сияқты болып тұрмын да. Ана кезе қалай тез өтіп кетті. Екінші мені тоқтатқан нәрсе, жәнегі барлығымыз барып Шибао несіне барғаннан кейін, алаңға барғаннан кейін, ана иттің мүсініне барып суретке түсуіміз керек, сол жерде үлкен кезек тұр. Хатико ма? Хатикоға. Мен де кезекте тұрмын. Ой, Құдай, кезек не деген ұзын. Мен бір алдап тез бүйтіп кетсем, ортадан бір кіріп кетсем, байқатпайша, ешкім көрмей, бір ортадан кіріп кетсем, сонда мен тезірек бір мақсатыма жететін сияқты сезіп тұрмын да. Бірақ әрбір адам келіп, бір-ақ рет суретке түседі. Бітті, өздері. Кәдімгі анау тәртіпке үйретеді, жаңа сен тұрмайсың, қайта-қайта бүйтіп сурет түсіріп, көрейінші, қарап көрейінші деген жоқ. Ондай жоқ. Адам келеді, бір себебі ана тәртіптің өзі сені тәртіпке итермелейді. Болды, келесің, сен тұрды, сен суретке түсейін деп жатқан балаң ба, бауырың ба, туғаның ба, немесе бір адам жауапкершілікті сезінеді. Кәдімгі бүйтіп әбден қарап келтіріп алады да, бір рет суретке түседі, алып қарасам, өте тез ана жерде туристер тұрған жоқ. Міне осындай әдетке айналу. Керемет. Мен сізге бір 2 мысалды айтайын, өмірімде кездескен. Гонконгта болдым. Гонконгта болған кезде тура сондай мынау автобусқа отыратын кезде автобусқа отырайын деп жатырмыз. Бірінші күні біз әріптесіммен екеуміз жүрміз, жаңағы стажировкадан өтіп жатырмыз. Сол кезде
жүрміз, автобусқа енді таңертең ерте отырайық десек, адамдар тұр екен, бізде ой жоқ қой енді. Бірден кіріп кеттік. Сөйтсек артымызда адамдар кіріп жатты, біздің алдымызда біраз адамдар тұр. Біз мән бермедік оған. Екінші күні солай отырайық деп қарасақ, бүйтіп келе жатсам, көп адамдар былай тізбектеп тұр, сіз айтқандай, автобусқа кірейін. Кәдімгі тізбектеп тұр, аялдамада. Мен сосын әріптесім айттым, мыналардың бәрі кезекте тұрған сияқты, күтейікші, қалай кіретінін. Расымен де кезекпен кірді. Сондай бір мәдениет, және өте әдемі жүреді екен кезектің өзі. Өте жылдам. Жапа тармағай кірсе, ол мүлдем енді бізде қалыптасқан нәрсе ол. Бізде норм сияқты болып көрінеді, біз дәстүр сияқты болып кеткен, солай жапа тармағай кіру. Егерде біз ана жаңағы тәртіпті мәдениетке және дәстүрге айналдырсақ, ол басқаша әсер береді. Одан екінші бір байқағаным, Оңтүстік Кореяда аэропорттан түсеміз. Шабаданыңды алуға барасың ғой, чемоданыңды алуға барасың. Багажный бөлімге. Багаждан түсетін кезде. Сол кезде анау келіп жатады ғой, немен бүйтіп айналып келіп жатқан кезде бізде қалай сызық жоқ қой, сызық емес, бәріміз бет алып бастаймыз ғой. Оларда қалай? Оларда мынандай сызық тұрады, арнайы сары сызық, қызыл сызық. Содан сен аттамайсың. Сені алдыңа келген кезде ғана барып аласың. Оған дейін бейтіп, тура соған жақындап тұру, басқа ондай нәрсе, бәрі өте сондай бір тәртіппен тұр. Адамдардың бәрі. Және оны бір норм ретінде қабылдап тұр. Егер басқа адам сондай әрекет жасап жатса, бәрі біртүрлі қарайды. Жабайы ма деген сияқты. Енді сіз түсіндіңіз бе? Бұл кәдімгідей басқа адамдардың тәрбиеленуіне әсер етеді екен. Және сен ондай өзгерістерге бұл бір дамудың дұрыс белгісі ретінде қарай бастайды екенсің. Бізде егер ондай әрекетті дұрыстырайық деп айта бастаса, керісінше солай айтқан адамның өзі сәл біртүрлі көріне бастайды да қоғамда. Сіз екеуміздің әңгімеміздің басындағы заң мен тәртіп қағидат дегеніміз осы. Біз заңға салдық, ол тәртіпке айналу керек, әдетке айналу керек. Әдет біздің дамыған мемлекеттердің бәріндегі ерекшелік сол ғой. Оларда неге әділет бар? Себебі сен кешігіп келгендіктен артына тұруға әділетті. Түсінікті, керемет. Сіздің Үнзила ханым, сіз парламентте енді бір сезімге, эмоцияға емес байқайтыным, бір нақты себепке үңілетін. Мен сізді 15 жылдан артық уақыт жақсы танимын. Құрғақ ұраннан, бір хайптан, немесе жалаң бір сөздерден қараған кезде, сіз құқықтық сараптамаға, ғылыми негізге сенетін, сондай аналитикалық ойлайтын депутаттың бірісіз. Көптеген депутаттар мінберден өткір сауалды, енді мен оны дұрыс емес деп есептеймін, бірақ ол да дұрыс шығар, өзінің бір маңыздылығы бар шығар, бірақ соны мақтан тұтса, сіз сөзіңізден байқап отырмын, мына жұмысыңыздан байқап жүрмін, жұмыс топтарындағы үнсіз, бірақ маңызды түзетулерді көбінесе жөн көресіз. Осы жерде сұрақ, 2024 жылы тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы заң қабылданды. 2024 жылы бұл мәселеде үлкен қадам жасалды. Президенттің пәрмені болды осы заңға қатысты, мойындауымыз керек. Сіз заңгер ретінде осы заңның тек жазалау емес, бір отбасын сақтау, жаңа біз айтып отырмыз ғой, тәрбиелеу, бір құқықтық қорғау тепе-теңдігін қалай сақтадыңыз? Себебі сіздің пікіріңізден байқасам, сіз көбінесе сол мәнге қатты мән берем деп айтып отырсыз. Айыптап, жазалап, керісінше оны қоғамнан сырып тастағаннан гөрі біз қатарға қосу деген маңызды принципті алға тұтам дедіңіз. Бүгінде бұл заң қалай жұмыс істеп тұр осы тұрғыда? Әлде бұл нәрсе керісінше әрекет етіп жатыр ма? Неге бұны сұрап отырмын? Мен жақында бір ақпарат естідім. Біз мынау аналогия ретінде айтайын, сергек камераларын, жалпы бақылау камераларын өте жиі қойдық қой, барлық жерде, тіпті 60-тан асырмау керек, басқа десек те, өкінішке қарай бізде осы соңғы статистикалар бойынша, рұқсат болса мен, 2025 жыл бойынша, аналогия тұрғысынан айтып отырмын, анаған қатысты білмейді екем ақпаратты, бірақ дәл осы жол көлік апаттары бойынша тіркелген 36 мың тіркеліпті, ойлаңызшы, 2025 жылы. Ол жерде енді жалпы 2330 адам қайтыс болған екен. Ал
жараланған адамдар, жарақат алған әртүрлі, ірі бар, ұсақ бар, орта бар, 49.220 екен. Бұл жалпы соңғы 10 жылдағы ең үлкен көрсеткіш екен. Ойлаңыз, бұл енді көлік министрлігінің ақпараты бойынша 33% осы жол көлік апатының. Бұл жылдамдықты өсіру бойынша орын алып жатыр екен. Яғни біз қанша тиымдарды енгізгенмен деймін да? Қанша тиымдар, қанша мысалға қаражат құрттық осы камераларға, қаншасын орындадық, қаншасын қойдық. Біз ойладық, тәрбиеленеді дедік. Осы камералардың енгеніне де бір 10 жылдан асып кетті. Бірақ нәтижесінде біз соңғы 10 жылдағы көрсеткішті қарасақ, Алматыдағы болған оқиғаларды қарасақ, ештеңе әсер етпей тұр да, бұл нені білдіреді, Үнзила ханым? Бұл жалпы осы ненің көрсеткіші бұл? Бұл берге бір министрліктердің де жауапкершілігін көрсете ма? Мен осы жерде аналогия тұрғысынан айтып отырмын. Сондықтан екі мысалда сіз өзіңіздің пікіріңізді айтып өте өтсеңіз. қысқаша айтайын. Әрине, мен оларды ақтаудан аулақпын. Бірақ 10 жыл бұрынғы Кімдерді? статистиканың жауапты министрліктерді, статистика бойынша. Бұл жерде мен айтқым келгені, осыдан 10 жыл бұрын көліктің саны, 10 жыл бұрынғы көлікте отыратын адамдардың санымен, егер біз оны қатысты қарастыратын болса, мен ойлаймын, бұл соншалықты күрделі емес шығар. Себебі қазір азаматтар өте көп рульге отырды, көп адамдардың машинаға қол жетімділігі артты деуімізге болады. Сондықтан да бұл көбейіп жатыр. Екіншіден, азаматтардың бұрын біз көлікті, енді сіз екеуміз қатты жасымыз шамалас емес қой, дегенмен замандасқа келіп қалатын шығармыз. Көлікке қол жеткізген кезде мен ерте қол жеткізген адамдардың бірімін. Көлікке қызығушылығым мықты болды. Сондықтан мен 20 неше жасымда рульге отырдым. Сол кезде біз оны өте қауіпті құрал ретінде қабылдайтынбыз. Источник повышенной опасности дейді ғой, енді қауіп төндіретін, ең жоғарғы деңгейлі қауіп төндіретін құрал ретінде қабылдап, оған отырған кезде сенің жауапкершілігін бірнеше есе артатын. Себебі біз механикалық көлікке отырудан бастадық, иә? Ал енді қазір қарап отыратын болсақ, азаматтардың санасында осы ұғым өзгерді. Оған да себеп бар. Себебі көп нәрсе қазір автоматқа айналдырылды. Дұрыс па? Қазір бүкіл нәрсе өзі негізі ақылды техника басқара бастады ғой. Көбі соған сеніп те қалады. Тек аяғыңды басып отыра беру керек. Кейбір құрылғыға қарамайды. Соған байланысты да болатын шығар. Енді отбасыға келетін болсақ, әрине, зорлық, зомбылық туралы мәселе біздің қоғамда өте өткір мәселелердің қатарына енді соңғы кездері. Соның ішінде жәбірленушілердің де қарап көретін болсақ, біз ол заңды қабылдап жатқан кезде мен мән беріп қарадым. Жәбірленген азаматтардың жынысына қараймыз, жасына қараймыз, қандай жастағы азаматшалар жәбір көріп жатыр, қандай жастағы азаматшалар жәбір көрсетіп жатыр. Балалар, қандай жастағы балаларға бұлар өте ауыр тиіп жатыр. Қандай жастағы балалар отбасылық зорлық, зомбылық кезінде өзін қорғай алмай жатыр. Өзіне қорғаныш іздейді, кімнен іздейді. Осы мәселелердің барлық қарастырылып отырып, қабылданған заң екі ұшты халықтың тарапынан, ол да бізде өз қазір бір заң қабылданатын болса, біз қоғамды екіге, үшке бөліп талқылаймыз ғой. Сондықтан бұл да қоғамда үлкен талқылауға түскен мәселе. Атауынан бастап азаматтар сұрақ айтты, әйел адамдардың құқығын деген сөзді қолданғаннан бастап айтты. Неге бұл да дискриминация ғой деген сұрақтар да туындады. Демек, бұның ар жағында мәселелер бар. Мен айттым ғой, жай айтып отқан жоқпын. Жәбір көрген азаматшалар көп па, жәбір көрсеткен азаматтар көп па, азаматшалар көп па? Бұлардың қайсысы қандай деңгейдегі ауыр жағдайға түсті? Психикалық күйде де қандай уақытта шығып жатыр? Біздің психологтар қазір жұмыс жасайды. Қандай азаматтар тез шығарып ала аламыз, түскен жағдайдан? Қандай азаматтарды ұзақ тереңге кетіп қалады деген. Міне осындай зерттеулердің нәтижесінде қабылданған заң, бұл да
менің ұстанатын ұстанымда бұл да қоғамдағы құрылған некенің ішіндегі азаматтардың теңдік мәселесін әділеттілік мәселесіне итермелейтін заң. Қазір мен позитивін көріп отырамын. Қазір қоғамда азаматтар өздері бұрын әйел адамдарға деген көзқарастарына үлкен өзгеріс енді. Екі азаматтың да, әйел адамның да, ер адамның да балалардың құқығына деген көзқарастары өзгерді. Міне заң осылай белгілі деңгейде азаматтардың көзқарасын жақсы жаққа ілгерілете білу керек. Түсінікті. Соңғы сұрақ Үнзила ханым. Үнзила Шапаққызы, сіз енді адами капиталды дамыту басты мақсат дедіңіз. Халық сізден жалпы нақты әрекет күтеді. Халықпен кездесіп жүрсіздер. Депутат болып келетін кезде уәде бердіңіздер. Қазір енді көрермен сізді көріп отыр, сайлаушыларыңыз көреді. Қандай уәде бересіз? Егерде ары қарай осы қызметімді жалғастыратын болсам, бірінші кезекте және адам капиталын дамыту білім жүйесінен басталады. Қаншалықты біз оған білім береміз, қаншалықты біз осының білімін ары қарай қолдай аламыз, дамыта аламыз. Сондықтан осы адам капиталын дамытуға, адам капиталына жұмыс жасайтын жүйенің қалыптасуына, сол жүйеге қатысты заңдардың сапалылығына басты назар аударатын боламын деп уәде бере аламын. Жалпы енді біз осы қазақ тілінде конституциямыз қабылданды, соған байланысты ары қарай қызметіміз жалғастыратын болса, біз қай тараптан да, тек депутаттардың бастамашылығынан ғана емес, үкіметтің тарапынан заңның қазақ тілінде жазылуына, сапалы қазақ тілінде жазылуына басты назар аударатын боламын, және бұл ұстанымда табанды тұратын боламын деп ойлаймын. Керемет, көп рахмет, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Көп рахмет сізге. Құрметті көрермен, бүгінгі айтылған мәселелер құрғақ уәде емес, нақты нәтижеге айналуы тиіс. Сұхбат барысында біз депутаттан да, әкімнен де, үкімет өкілдерінен де уәде аламыз. Ал ең жақсы уәде ол орындалған уәде. Қадірлі көрермен, біз депутаттардың халық алдындағы, жалпы осы көрермен алдындағы уәдесін мүмкіндігінше бақылауда ұстауға тырысамыз, қарап отыруға тырысамыз, себебі алдағы уақытта тағы да эфирге келеді деген сенімдеміз. Бүгін бізбен бірге мәжіліс депутаты, заң ғылымдарының докторы Үнзила Шапақ ханым болды. Көп рахмет келгеніңізге. Ертеңгі күн бүгінгіден жақсы болсын. Келесі эфирге дейін сәттілік.